Әрбіріңізге қайырлы кеш, қайырлы таң, қайырлы күн болсын. Жағдайларыңыз қалай, денсаулықтарыңыз қалай, бала-шаға тегіс аман ба? Бүгінгі әңгімемізді тыңдамас бұрын өздеріңіздің алғашқы махаббаттарыңызды еске түсіріп, комментарийге жаза кетсеңіздер, себебі бүгінгі әңгімеміз дәл сол алғашқы махаббатпен байланысты болады, яғни алғашқы махаббат туралы болады. Әрқайсыңыздың пікіріңіз біз үшін маңызды, құнды, сондықтан әрқайсыңыздың жазған пікірлеріңізді біз оқимыз, сондықтан жазуды ұмытпаңыздар, күтеміз. Ендеше әңгімені тыңдауға дайын болсаңыздар бастайық. Баян мен Димаш ес білгелі бірін-бірін таниды. Іргелес көрші екі отбасы бір туған ағайындылардай араласып кеткен. Ата-аналары да құрдастар. Әңгімелері мен әзілдері жарасын тапқан жандар. Балаларын да бірге өсіріп келеді. Баян мен Димаштың арасы бір жас болса да, балабақшада екеуі бір топта болды. Мектеп жасына келгенде ата-аналары екеуін бір сыныпқа берді. Екеуі үнемі бірге жүретін. Димаштың бойы Баянның кіші еді. Мектептен қайтар жолда Баянның сөмкесін өзінің сөмкесімен қоса арқалаймын деп ақ тер, көк тер болатын. Қораз кәмпит, лимонадын, коржикті үнемі екеуден алатын. Сондағы біреуін досы Баянға ұсынады. Бұлардың достығына барлығы қызыға қараушы еді. Уақыт өте келе 4-5 сыныпта болғанда Димаш каратеге қатыса бастады. Өте алғыр бала каратенің қыр-сырын бірден ақ үйреніп алды. Баянды біреу мазақтаса, немесе қысты күні қар лақтырса, сол адам әдемілеп тұрып Димаштың бәтеңкесінің табанын көретін. Екі рет теуіп құлата беретін спортшы жігіт болып шыға келді. 6 сыныптан соң Баян Қазақ-түрік лицейіне оқуға қабылданды. Димаш та тапсырып көріп еді, тесттен өте алмай қалды. Өйткені ол спортты оқумен қатар алып жүрем деп біраз сабағын нашарлап қалған. 7 сыныпта Баян лицейде оқыды. Аптасына тек 2 күнге ғана үйіне келетін. Дүйсенбіден жұмаға дейін лицей жатақханасында тұрушы еді. Сенбі мен жексенбіні әсіресе Димаш күтеді. Баянды мектебінен күтіп алып, кешкісін екеуі бірге дойбы ойнайтын. Егер де өмірдің жақсы шақтарын паузаға қоятын пульт болса, онда дәл осы сәтті Баян мәңгілікке тоқтатып қояр еді. Баянның баянсыз күндері 8 сыныпта тәмамдала басталды. Алдымен денсаулығы нашарлап, жаз бойы дәрігерлердің бақылауында өтті. Қыркүйекте лицейінен өзінің баяғы мектебіне ауысты. 9 сыныпта қайтып келген сынып үздігін қатарлас құрбылары онша жақтыра қоймады. Баян десе ішкен асын жерге қоятын Димаш мектептегі ең сымбатты жігіт болып саналатын. Спорттық денелі, көзі бадырайған, бойы ұзын Димаш жанға құрдас қыздардың жартысынан көбісі сырттай ғашық еді. Ал ол болса бала күнгі досы Баяннан басқаны көрмейтін. Асханаға барса асханаға, сыртқа шықса сыртқа шығып, қыздың қыр соңынан қалмайтын. Әдеттегідей екеуі үйге қайтып бара жатқан еді сол күні. Мектептің арғы жағында шоғырланып отырған бір топ ұл балалар Димашты дауыстап шақырды. Төлеген, ау, аузыңа палау. Жастардың лексиконынан. Кетіңдер шей. Бері кел, Төлеген, әңгіме бар. Баян сұлуыңды ешкім алып қашып кетпес, деп қарқылдай жамырап күлген құрдастарының қасына Димаш шыдамастан жетіп барды. Не болды сендерге? Деп даусы қатқылдау шыққан Димаш ашулы екенін көрсетті. Саған не болды? Баян келгелі бізге қосылмайсың. Жайма сенікі? Шаруаларың болмасын. Сендерден рұқсат сұрап жүргім керек па? Немене? О, брат, ашуыңды бас. Не болды соншама бір қыз үшін әңгімеге тіреліп? Жігіттер, менде жұмыстарың болмасын. Онда темекі әперіп кетсеңші, деп арасындағы ең дөрекі келген жандос әңкілдеген даусымен Димашқа бұйыра сөйлейді. Мен сендерге темекі әперіп жүрмедім. Шегіп үйрендің ба? Тауып үйрен. Ей, не болды соншама діңкілдеп?
байдың қызын қолтықтап жүрсің ғой, тиын сындырып алсай барып. Сен бекерден бекер жүрген жоқсың ғой, дей берген Жандос Димаштан қатарынан 4 соққы алды. 2 ауыз артық сөз айтпаған Димаш дәл сол сөзді ұнатпай, бас көз деместен Жандосты жыққа қалды. Қалған достары арыша түсіп, екеуін зорға ажыратып жіберді. Анадайда күтіп тұрған Баян да жүгіріп келіп, Димашты қолынан сүйрелеп жатыр. Ей ақмақ, бері тыңда, кешке сөйлесеміз, түсіндің ба? Деп Жандос қояр емес. Ақмақ мына сенсің, сөйлессек сөйлесерміз. Байдың қызының етегіне тығылып жүрсің, өзіңе ұнаса жүре бер, дейді мысқылдай күліп. Әлде сен ғашықсың ба? Я, ғашықпын. Сендерді қызықтырып бара жатса тыңдаңдар. Мен Баянға ғашықпын. Болды ма? Естігілерің келгені осы ма? Ризасыңдар ма енді? Деп көздеріне шұқылай айтып кетті. Осы төбелестің куәгері болған Баян Димашқа басқа көзбен қарай бастады. Димаш болса негізінде құрдастарына ашуланып айтқан еді. Байдың қызы болған соң ғана дос болып жүрсің, деген сөзді жоққа шығару еді мақсаты. Баянның әкесі ірі бизнесмен, анасы шағын кәсіпкер еді. Бірақ қанша табыс тапса да, осы 2 бөлмелі пәтерде тұратын өте қарапайым жандар. Димаштың ата-анасымен иық тірескен достар. Тіпті олар бірін-бірі қимағандықтан да көшуді ойламайды. Осындай ауызбіршілікті көріп өскен балалар да өзара достықтары мықты еді. Сәйкесінше Димаштың Баянға деген сезімі ағалық болатын. Ал жүрегіндегі сезім оты Ләйла деп лаулайтын. Баян сол күннен кейін Димашқа шын ғашық бола бастады. Бұрын соңды елемейтін жақтарын елеп, көрмейтін қылықтарын көріп, сезімі өрши түсті. Димаш оны сезер емес. Жігіттің жүріс-тұрысы, сөйлегені бәрі көңіліне жаға түсті. Қыз тосынан келген дертін ұмытып, өмірге жаңаша көзқараспен қарай бастады. Түн баласы Димашты ойлап, таң атысымен есігін сығалайтын. Мектепке баруға сығып, үйінен шыққанша шыдамсызданып кетуші еді. Димаштың ысқырығын аңдып, дереу сөмкесін ала жүгіріп шығатын. Осылайша сезім жетегінде жүргенде 9 сыныпты тәмамдады. Жазғы каникул. Осы каникулда алғаш рет сыныптастармен жиналып, қала сыртына демалысқа шықты. Қазан ошақтарын арқалап, табиғат аясында ас әзірлеп, суға шомылып, сыныптастар арқа-жарқа болып жүр. Қыздар топтасып, қазанда айналшықтап, қуырдақ жасап жүрген еді. Өзара сықылықтап күлген Майра мен Ләйла басқа да қыздардың назарын өздеріне аударды. Барлығы келісіп алған сияқты, бізге де айтыңдарға салды. Аузы жеңіл Майра Димаш Ләйлаға хат жазыпты деп ыржалақтай күле берді. Ләйла ұялып, кірерге тесік таппай тұр. Осын естіген Баян түсінбей қалды. Өз құлағына өзі сенбейді. Үн-түнсіз картоптың қабығын ашып отыра берді. Барлық қыздар хатты ашып оқып, мәз болып жатқанда бұл орнынан қимылдамады. Сыныптас құрбысы Мереке Баянның осы хәлін көріп қасына келіп, «Не болды саған, Баян?» деп ақырын ғана сұрады. «Еш нәрсе» деп дым білдірмеуге тырысса да, көзінен моншақтап тамған жасты жасыра алмады. «Баян, жыламаш, мен бәрін түсінем. Сезіміңді де сезем. Көп уақытыңды менімен емес, Димашпен өткізсең де, мен сенің жалғыз құрбыңмын ғой. Қалайша түсінбейін. Сен маған бір ғана сұраққа жауап берші. Димаш саған сөз салды ма?» «Жоқ». «Онда неге мұңаясың? Білдірмеуге тырыс, ұмыт. Соңғы кезде Димаш өзгеріп барады. Қыз құмар болып бара жатқан сияқты. Сиыр көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбес деген бар ғой құрбым. Қыздар да оның қыр соңынан қалмайды ғой. Соған масайып бара жатқан сияқты. Ол сенің теңің емес негізі», деп құрбысын жұбатты. «Жарайды,
Сенікі негізі 100% дұрыс. Ол маған тек дос ретінде қарайды. Басқа ешбір қылық көрсетпеді. Тек деп сөзін аяқтамай, бірнеше ай бұрын орын алған төбелес кезіндегі Димаштың «мен Баянға ғашықпын» деген сөзі есіне түсіп ойға шомып кетті. Тек не? Деп Мереке де тәптіштеп сұрақ қояр емес. Тек бір сөзі есімнен кетер емес, Мереке. Не сөзі? Айтсаңшы енді. Ішіңдегін айтсаң ғана жеңілдейсің. Сол күні біз мектептен келе жатқанбыз, деп бүкіл оқиғаны күні кешегідей түгел айтып берді. Баян, мен білмедім. Бәлкім ол ашу үстінде айта салған шығар. Саған ғашық болса сөз салар еді ғой. Сен Ләйладан еш жерің кем емес. Сен тіпті артықсың ғой Ләйладан. Кешір, дос жылатып айтады. Бірақ сен өзің сол сөзді шын қабылдап қалғансың. Орыстар айтады, сама придумала, сама поверила деп. Міне, дәл саған айтылған екен. Ойыңнан да, жүрегіңнен де шығарып таста. Қажеті жоқ. Ұмыт. Көп ұзамай Димаш пен Ләйла қол ұстасқан жұп болып шыға келді. Димаш баяғыдай Баянның қасынан табыла бермейтін болды. Байғұс қыздың жүрегі сыздап, өз-өзіне сыймайтын кездерде болатын. Қыркүйекті күтті. Бәлкім қыркүйекте баяғыша мектепке бірге баратын шығармыз деп ойлады. Баянға Димашпен сөйлескеннің өзі қуат беретін. Дос ретінде сөйлессе де жүрегіне маза бермейтін алапат сезім сәл-пәл тынышталады. 10-шы сыныпқа барғанда қайтадан сүйіктісімен мектепке бірге баратын күнін асыға күтіп жүргенде жадыраған жазда зуылдай өте шықты. Күрең күз қыз жүрегін қуантпады. Жыл сайын 31 тамызда мектеп жиынына барарда Димаш пен Баян фотограф ағайға барып бірге фотоға түсуші еді. Осы жолы Димаш оның үйіне соқпастан тіке Ләйләнікіне тартып барады. Терең тыныстаған ғашық қыз мектепке де аяғын сүйрей келді. 10-шы сынып басталмай жатып-ақ сабағын ашарлай бастады. Ол сыныпта отырғанда артқы партада отырған Ләйла мен Димашты көріп, ойының бәрі жан-жаққа шашырайды. Екеуінің шүйіркелескенін көріп, тіпті сабақтан сұранып кете беретін. Мұғалімдер жібермесе, сұранбастан да кете салатын. Басқа мектепке ауысуды ойлады. Бірақ ата-анасы қарсы болды. 1-90 аяқталар кезде құрбысының бұл қылығын ұнатпаған Мереке Баянға әбден ұрысты. Баян, есіңді жи. Сенің мына қылығың не? Жігіт үшін сабағыңды ұмытасың ба? Сенің армандарың биік еді ғой. Астанаға оқуға түсем, журналист болам деуші едің ғой. Неге енді сабақты ысырып тастап жүрсің? Ақмақ болмасай. Мереке, мен оны сүйем ғой. Көргім келмейді. Жек көрем екеуінде. Сыныбымыз старсыз қалса да Ләйла көшіп кетсе екен. Сен неге Ләйләні кінәлайсың? Ләйла болмаса басқа қызды сүйер еді. Сен ол үшін тек доссың ғой. Соны түсінсей сен. Ол саған қыз ретінде қарамайды. Ләйләнің бұл жерде түк күнәсі жоқ. Сабағыңды оқы, есіңді жи. Ата-анаңның саған артқан үміті Димаштан биік па сонда? Неге сен ата-анаңның сенімін итеріп, сезіміңе бой алдырып отырсың? Сен мені түсінбейсің ғой. Түсінем, Баян. Мен де ғашық болып көрмеді дейсің бе? Сен білесің, мен Абзалға ғашық екенімді. Бірақ мен де оны ойлап қайғыруға уақыт жоқ. Қалай да болса, келесі жылы ұбт-дан жоғарғы бал алуым керек. 120 бал болмаса да 100 бал алуым керек. Қазір білімділердің заманы, Баян. Оқу керек. Үкімет ұбт-ны биыл ендірмекші. Ал келесі жылы бұдан да қаталырақ заң орнайды. Оқуға түсе алмай қаламыз. Одан да оқиықшы. Тасташ сол Димашты. Деп құрбысына барынша түсіндіріп әлекке түсті. Мерекенің айтқан сөздерінен Баян шынымен шабыт алған болу керек. Қайтадан сабаққа бет бұруға кірісті.
құрбысының айтқаны айдай келіп, жаңа жыл кезінде Димаш пен Ләйла ұрсып қалыпты. Араға бір ай уақыт салып, Димаш басқа қызбен қол ұстасып жүрді. Одан кейін 3 айдан соң басқа қызбен. Тағы 2 айдан соң басқа қызбен. Тіпті сыныптың отырыстарына 4-5 қызды ертіп келетін. Әр қайсысына сені сүйем деп алдауды да шығарған. Ол заманда қыз бала ояңырақ келетін. Қазіргідей еркек баланың мойнына асыла бермейтін. Сондықтан болар 5 қыздың 5-еуі де бірін-бірі танымай, Димаштың сүйгені болып еріп келіп отырғандар. Ал жігіттің сұлтаны Димаш әр қайсысымен бір биден кезектесіп билеп, шалқып жүр. Баян болса, баяқша іштен тынғаннан басқа амалы жоқ. Арада 1 жылдан аса уақыт өтсе де, Баянның сезімі өшпеді. Биыл ол жас түлегі атанбақшы. Мектепті бітіріп, Астанаға кетсем, ұмытатын шығарым деп ойлады. Бар ынтасын сабаққа бұрған қыз ұбытқа дайындық үстінде, тек сабақпен алданды. Димаш болса, сол күйі әр қыздың соңында жүр. Ол Баянның өзіне деген махаббатын сезіп жүрсе де, әр қызға бір әуестенуін қоймайды. Әр адамның өмірінде болатын өтпелі кезең Димашты түбегейлі осындай қылып өзгертті. Мамыр айы. Мінекей. Көңілдері үмітке толы түлектер ересек өмірге қадам басқалы тұр. Алтын ұя мектептерімен қоштасатын сәт. Жүректері алып шыққан жастар арманға толы. Мектеп бітіру кешінен соң араға 1 апта салып, барлығы құжаттарын алып жан-жаққа тарасты. Мереке Алматыға, Баян Астанаға, тағысын тағылары Қазақстанның әр қаласына жол тартты. Димаш туған қаласы Оралда қалды. Оқуға да түспеді. Ол заманда ұялы байланыс өте қымбат. Достар бір-бірімен тек хат алмасумен ғана хабар алатын. Димаштың мектептен кейінгі тіршілігі Баянға беймәлім болды. Өйткені оның ата-анасы Оралдағы үйлерін сатып, жалғыз қыздарының артынан Астанаға қоныс аударған еді. Астана қаласының Мен деген оқу орындарының біріне журфаққа оқуға түскен Баян әрдайым туған жерін аңсайтын. Сол жақта қалған әжесін сағынып, 1 семестрден соң бір күнде Астанада қалмастан билет алып Оралға тартты. Қысқы демалысқа келген сыныптастарын көріп, әжесі мен бауырларын көріп, көңілі жадырай түскен еді. Жан-жақтан жиналған сыныптастар бір-бірін іздеп, бастары қосылып отырыс жасады. Димаш та келді. Баянның жүрегі баяқша соғып мазасын алды. Бұл отырысқа Димаш қыздарды ертіп келмепті. Кеш бойы Баянның қасынан шықпай, билеп, әжесінің үйіне шығарып салды. Ертесіне кешкісін тағы келді. Осылайша 2 апта демалыста күнде кешкісін Баянның көңілін аулайтын. Баян болса бақыттан бал-бұл жанып, Димаштың сөз салғанын күнде кешке күтетін. Бірақ жігіт үндемеді. Әне міне дегенше Астанаға қайтатын уақыт жақындап келеді. Астанаға жолға шығуына 2 күн қалған болатын. Кешкісін Димаш келді. Бір нәрсе айтуға оқталып тұр. Бірақ неден бастарын білмей тұрған сияқты. Баян, сен қашан жолға шығасың? Бұйыртса арғы күні. Не болды? Қатыса алмайды екенсің ғой. Ол неге? Тойға. Қандай той? Баян, мен үйленем, деп төбесінен жай түсіргендей қойып қалды. Бақытты бол, деп Баян автоматты түрде айта салса да құлағы шыңылдап кетті. Маржан 2 қабат, үйленбеске амал жоқ. Маржан деген кім? Қалыңдығым ғой. Дұрыс болыпты. Ойнап жүріп от басқан екенсің ғой. Құттықтайым, деп Баян сықылықтай күле берді. Димаш оны мазақ етіп түрде бойлап, ашуланып кетуге асықты. Осы кездесуден соң Баян мен Димаш бір-бірін 5 жыл көрмеді. Сол 2 аралықта Димаш үйленіп,
3 ұлдың әкесі атанды. Баян оқуын бітіріп магистратураға түсті. Сөйтіп, білікті маман атанды. Газет саласында қызмет етіп жүрген еді. Басшылық оның жұмысын бағалап, туған қаласы Оралдағы филиалда бас редактор етіп жіберді. Қуанышында шек болмаған Баян бұйрық шыққан күні-ақ пойызға билет алып жолға шықты. Әжесінің ерке қызы жұмыс бабымен Қарашаңыраққа көшіп келді. Араға бір апта салып жаңа қызметіне кіріскен еді. Бұл уақытта Димаш әйелімен ажырасып, ұрду-дұрду күн кешер болатын. Бір дөкейдің кенже қызына үйленген жігіт бұл ісінің өміріндегі ең үлкен қателік екенін кеш шықты. 2 айда 10 күннен 4 күніне кетіп қала беретін Маржан жаратып келін болмады. Димаштың ата-анасын да сыйламайтын. Ол кісілер немерелер үшін келіндерінің соңынан бара береді. Әр кеткен сайын мұрындарымен көкті тіреген пасық құда-құдағиына жалынып келіндерін әкететін. Димаштың анасы Жайна апа. Келіннің алдына түсіп, бүкіл тірлікті өзі жасаса да, келін шырақтың қабағы бір ашылмаушы еді. 3 бөлмелі, көп қабатты үйдің пәтерін тарсынып, менсінбеуді еш қоймады. 2 ұлды босанған соң, жұмысқа шыққысы келген келінге қайын атасы несиеге көлік әперді. Өйткені әдетінше ажырасқан келіннің кезекті талабы осы болды. Өмірінде өзі айдамаған көліктің тізгінін келінге берді. Сондағысы 2 ай ғана бухгалтерлік жұмыс жасаған Маржан ешкімге бағынбаймын деген сылтаумен жұмыстан шығып кетті. Көлікке мініп алып, әр құрбысының соңында желбіреп, таңнан кешке дейін үй көрмейді. Уақытында оқуға түсе алмаған жігіт әр жерде бір сантехник болып жұмыс жасайтын. Оны да келіншегі оқымағансың деп бетіне баса береді. Құдды өзі оқыған дипломының рахатын көріп отырғандай паңданып сөйлейтін. Димашқа осының бәрі ұнамаса да 5 жыл шыдады. Намыстанған сонша келіншегін сабап тастағысы келетін. Бірақ анасының жалынуымен, саусағының ұшымен де түртпейді. Бар ашуын ішімдіктен алады. Әкесінің ақысы қалғандай ішетін. Димаш іше бастағаннан Маржан көп ұзамай 2 айдан соң тағы кетіп қалды. Осы жолы Димаш ата-анасын жалынып барғызбады. Қосылмады. Сол ішкеннен бірнеше жылдар бойы тоқтаусыз ішті. Қалтасына түскен айлығын да ішіп тауысушы еді. Ата-анасының көз жасына да қарамады. Баян жаңа қызметте, жаңа әріптестермен тез тіл табысты. Білмегендерін үйретіп, білімімен бөлісті. Ұжым және жаңа бастық Баянды өте құрметтейтін. Әсіресе Сапар. IT бағдарламашы жігіт Баянға ерекше ілтипатпен қарайтын. Оның сыйластығы, Баянды құрмет тұтуы, әріптестіктің шеңберінен сәл болса да шығыңқырап тұрушы еді. Әрдайым мерекелерді сыйлық жасап, түскі асқа шақыра беретін. Баянның әріптестерінің бәрі Сапардың ерекше қылығын байқай бастады. Тіпті бірге жұмыс жасайтын әріптес достары оған Баянға сөз салуға ұсыныс берді. Бар күшін қолына жинаған Сапар қызға сөз салуға дайындық үстінде жүр. Межелі күн жеткенде Баянды кешкі асқа шақырып әңгімесін бастады. Баяшка, саған айтар сөзім бар еді. Айта ғой, деп Баян аздана жымиды. Баян, 15 жасар қыз емессің ғой, түсінетін шығарсың. Сен маған ұнайсың, Баян, деп назарын төмен түсіріп, қысылып қымтырыла ішіндегісін айтты. Енді болғанда Баян, қыз бен жігіт болып жүрсек қалай қарайсың? Білмедім, деп көп ойлана жауабын айтты. Баян, сен әлемдегі ең бақытты ару едім. Маған сенші, деп Сапар ғашығының толық келісімін алу үшін ағынан жарылды. Бірақ осы әңгімеден соң
Араға 2 апта салып Баян келісімін берді. Екеуі 1 жылдан аса қыз бен жігіт болып кездесіп жүрді. 2015 жылы 8 наурызда Сапар мен Баян жаңа өмірге қол ұстаса аттанды. Ел естімеген той болып, екеуі жас жұбайлар атанды. Әгер әкей, 2 жастың өмірі де осы тойдай әдемі болса, бұл әңгіме осы жерден аяқталар еді. Әттең. Баян келін болған үй көп балалы отбасы еді. 9 бауырдың кенжесіне тұрмысқа шықты. Ең үлкен 2 қайын ағасы ғана үйленген. Одан кейінгі 3 қайын апасы тұрмыста. Ал қалған 1 қайын ағасы бойдақ болса, 2 қайын сіңілері тұрмысқа шықпаған еді. Әрқайсысының жағдайын жасайым деп, сиыр сауып, тапаға нан көміп, самаурынға шай қойып, Баян әбден қашып кетті. 2 қайын сіңілісінің мінезіне шыдас берудің өзі, 2-нің бірінің қолынан келе бермейтін дүние негізі. Әр жұма жексенбі қара шаңыраққа жиналушыларды күтуге де орасан зор күш қажет. 2 қазан тамақ жасап, 3 самаурын шай қайнатып, қаланың ерке қызы нағыз ауылдың тіршілігіне икемделе бастады. Осының бәрі жары Сапарды ұнатқандықтан. Осы жерде интонацияны ұнатқандыққа аударсақ. Баян Сапарды шын сүймеді. Тек қана ұнатты. Өйткені ол Димашқа өте ұқсаушы еді. Сырт келбетімен әрине. Сапар шығармашылықтың адам болғандықтан, ол сәл-пәл қиялилау еді. Димаштың бойындағыдай еркектік мыс жоқ. Дегенмен, оның сырт келбеті ұқсайтын болған соң, Баян Сапарға тұрмысқа шықты. Әйел үйдің шегесі деп жатады ғой. Негізі әйел адам ер азаматына ғашық болса, ол тағдырдың талай тепкісіне шыдайды. Талдырмаш белді аруларымыздың бойынан тау қопарардай күш табылары жаңалық емес. Ол үшін жүрек махаббатқа толы болу керек. Жан жарына деген сүйіспеншілігі жоқ адамда қайдағы махаббат болсын. Оның үстіне мынадай бейнеттің салдарынан және басқа да себептермен Баян ажырасып кетті. Сапардың үйге қонбауы тым жиілеп кетті. Іс сапарларын сылтау ете беретін жары тіпті сенбі-жексенбі үйге қонбауды әдетке айналдырған еді. Баян талай түндер төсегінде жалғыз жатып жылайды. Жылап-жылап ұйықтап та кетуші еді. Үйленгендеріне 2 жылдан асса да оның аяғы ауырламады. Денсаулығында ешқандай кінәрат болмаса да жатырына жан бітпеді. Ол уайымы жас келіншекті жегідей жесе, сырттай енесі еңсесін езетін. Әрдайым шайдың үстінде кекетіп, нұқатып, Қалима апаның кезекті бір концерті келінің жадында мәңгі сақталып қалды. Сәттібайдың кіші келіні тағы да ұлды болыпты ғой, шал? Деп әңгіме не туралы болатынын білсе де Баян үндемеді. Білмедім. Ауылдың кейселі сен ғой. Оны менен несіне сұрап отырсың? Отыршы сен кемпір. Бір нәрсен былықтырайын деп отырсың. Немене? Нені былықтырады екенмін? Өтірік емес. Айналамыздағылардың барлығы немерелі болып жатыр. Қай кезде барсаң да мәре сәре болып отырады. Ал біздің үйде тек сенбі-жексенбі ғана. Үйімнің ішінде кішкентайлар жүгіріп жүрсе екен деп армандаймын мен. Алла бұйыртқан күні болады. Келіннің қас-қабағына қарасайшы аздап. Осы уақытқа дейін қарап болдық айналайын. Шал, енді менің аузыма қақпақ болма. Деп асханада жүрсе де бәрін естіп жүрген Баянды дауыстап шақырды. Ау апа, сен өзі көріндің ба докторға? Я, докторым бәрі жақсы деді. Енді неге көтермейсің? Білмедім, апа, бәлкім, не бәлкім? Менің баламнан көрейін деп отырсың ба бедеулігіңді? Апа, мен бедеу емеспін, деп Баян жылап бөлмесіне жүгіріп кетті. Бедеусің, бедеу болмасаң бітеусің.
оңбаған қараш бұны, екі ортада Сапаржаннан көргісі кеп отқанын. Менің балам керек десең 5 қатынға 5-еуден туғыз алады, деп келіннің соңынан қаһарлы сөздерді жаудырып жатты. Енесінің бұл қылығы Баянға қатты дейді. Жүрегіне қабылдағаны сонша өмірінде алғаш рет күйеуіне шағым айтпақшы болды. Сапардың келуін тағатсыздана күтіп, күйеуге келгенде барлығын айтқан еді. Мені араластырма, апам не айтса да біліп айтады. Үлкен кісілер біледі ғой, деп бөлмесінен шығып кетті. Ашуға булыққан Баян киімдерін жинап, бір жола төркініне кетіп қалды. Баян сол кеткеннен қайын жұртына қайтып оралмады. Артынан іздеп келген адам да болмады. Не енесі, не күйеуі құдаларына келіп, кешірім сұрамақ түгілі төбелерінде көрсетпеді. Керісінше, 2 айдан соң Баянның барлық дүние мүлкін көлікке тиеп алып әкеліп тастады. Баян үшін бұл өте үлкен соққы болды. Әйел адам үшін өзін керексіз сезінуден артық шарасыздық жоқ шығар. Сапардың өмірінде кездескеніне және оған жар болуға келіскеніне өте өкінді. Амал нешік. Уақытты кері қайтару жұмыр басты пенденің қолынан әсте келмейді. Жазымыштан озмыш жоқ. Демекші, басқа салғанды көресің. Көнесің. Араға 2 салып, Баян жұмысқа қайта орналасты. Саласы бір болса да басқа арна. Ол жақта Сапар жоқ. Тіпті жақсы. Баяғыдай іс сапарлар, әртүрлі саланың бетке ұстар тұлғалармен кездесу, астарына барып, жұмысымен алданды. Баян жасы 30-дан асса да, ажары 20-дағы қыздай сымбатты еді. Ата-анасының қолдауымен қызмет бабымен жоғарылай түсті. Таңның атысы, күннің батысы, бір келкі күндердің арасында ерекше сәттілігімен келген сол бір күн үшін Баян шүкіршілік етеді. Ол күн Бахтиярды жолықтырған күн еді. Сол күні басшылықтан аяқ асты бұйрық келіп, ойламаған жерден Баян бейнеуге жолға шықты. Мұнай саласының аты озған білікті мамандарының біріне жолығып, сұхбат алу үшін қасиетті Маңғыстау өңіріне келіп жетті. Алдын ала қызды күтіп алу үшін әлгі Басекенің шопыры вокзалға келіп түрген. Пойыздан түскен соң көптің арасынан белгісіз күтіп алушыны тосып тұрған Баян ашулана бастады. Кенет ана адайда танауы желбіреген ұзындау жігіт жүгіріп келе жатыр. Қыздың қасына жетіп тоқтай сала: "Сіз ба Баян деген?" "Иә, мен. Қайда жүрсіз соншама кешігіп, елдің соңынан қалдырып?" "Ой, ренжімеңізші. Сізді ана бастан іздеп жүредім. 2 вагон деген сияқты еді. Сөйтсем 22 вагон екен ғой", деп ендіге ақталған жігіттің балаша жүзіне қарап Баян күліп жіберді. "Баян Нұралы қызы", деп танысуға ишарат білдіріп қолын созды. "Бахтияр Исақожаевич болам. Танысқаныма өте қуаныштымын. Аса қадірменді Баян Нұралы қызы", деп әзілдесіп ресми таныстық жасады. "Кеттік енді", деп Баян өзіне сүйсіне кінәлі көзбен қарап тұрған жігітті алдына салып алып көлігіне беттеді. Осылай басталған таныстықтың арты үлкен ұлы махаббатқа ұласты. Баянның бейнеудегі 5 күнін қызыққа толтырған Бахтияр оның жүрегін жаулап алды. Күйеуінен ажырасқанына 2 жыл болғалы ер адаммен 2 минуттан артық сөйлеспейді. Еркек атаулыға қатып қалған көңілін Бахтияр өзіне баурап алды. Бахтияр тұл жетім жігіт. Әйелі де тұл жетім болған. 2 жетім 18 жасында балалар үйінен түлеп шыққан соң, екеуі үлкен өмірге бірге қадам басып, отбасын құрған. Алайда екінші қызды босану үстінде келіншек көп қан жоғалтып өмірден озады. Содан бері 2 қызды өзі асырап жүрген әке ғой Бахтияр. Түр-келбеті бір қарағанда орысқа, бір қарағанда татар жігітке ұқсайды. Бірақ ол өзінің шығу тегінен мүлдем бейхабар. Бала кезінен
Құжаттағы есіммен қазақ деп көрсетілген жазбадан артық ақпараты жоқ. Осы жағдайдың бәрі Баянның жүрегіне елжіретіп жіберді. Екі қызын көруге асығып, 2 аптадан соң оларды Оралдан күтіп алды. Екі ортаға кезектесе шапқылап, кездесіп жүрген қос ғашық бұл жүрістерін тоқтатуды жөн санады. Ақырында Бахтияр Баянның әке-шешесінің алдынан өтіп, қыздарына адал жар болуға ант етті. Әкесі батасын бермес бұрын қызын және әйелін жекеге шақырып, өзара ақылдасты. Қызым, бір рет аузың күйді. Мен сенің бағыңды байламайым. Егерде осы жігітті қаласаң батамды берем. Бірақ ойлан, не тегі жоқ, не ұлтын білмейді мынауың, деп сәл ашуланып, бірақ өзін сабырмен ұстады. Әке, ол жақсы адам. 2 қыз үшін мен бәріне дайынмын. Білесіз ғой менің күйімді. Егер мен өмірге сәби әкеле алмасам, осы 2 қызбен алданам ғой, деп іштей өзін ана болу бақытын сезінбейтіндей көретін білдірді. Қой, қызым, қайдағын айтпа. Әлі аяғың ауырлар, 2-інен 8-ін табасың, деп анасы шырылдап әлек. Мамасы, сен қалай ойлайсың? Отаға сол, тегін білетін, ұлтын білетін біреуге бердік қой кезінде қызымызды. Жақсы болды ма? Ұлтында, қанында тұрған түк жоқ. Жүрегі таза жан болса болды, деп 2 ойлы отырған күйеуіне демеу берді. Әке мен ана Бахтиярға қыздарын табыстап, құтты қияларына ұшырды. Қос ғашық 2 қыздармен бейнеуге жолға шықты. Біреуден ілгері, біреуден кеш отбасылық өмірлері өтіп жатыр. 2 қыз шынымен мамалап Баянның қасынан шықпайды. Бахтияр да бақытты. Өмірін 180 градусқа өзгерткен Бахтиярды нәсіп еткен тағдырына риза. Баянның аяғы ауыр екенін білгенде және өмірге тағы бір қыз бала келетінін естігенде Бахтияр есінен танып қала жаздады. Баян үшін де күтпеген жерден аяғы ауырлағаны Алланың ең үлкен тосынсы екенін білді. Ешқашан жатырына құрсақ бітпеген ару тіпті 4 айлығында ғана білген. Әйел адамдардың табиғи дертіне балап жүрген кезде бұл бір ең керемет ғажайып болды. Іші түкте білінбегендіктен ешкімде оның аяғы ауыр екенін байқамаушы еді. Бахтиярдан рұқсат сұрап, 2 қызды алып Оралға төркіндетуге жол тартты. Ата-анасын сағынған болу керек, жақсы жаңалықты сылтауратып, туған жерін бетке алды. Баян вокзалда дорбаланып, 2 қызымен сөмкелерін таксиге тасып жүргенде, кластасы Меруертті көріп көзайым болды. Меруерт те Баянды көріп, ұлының сүндет тойына шақырып, нөмірлерін алды. Демалысқа келген соң, бірнеше жыл көрмеген сыныптастарын да көруді жөн санап, Меруерттің тойына барды. Барлығы бір-бірін көріп қуана қауышқан сыныптастардың күбір-күбір әңгімелері қызды. Тек әңгімеге қосыла алмай отырған Димаш қана. Өзінше тұйықтанып, терең ойға шомылып, 2 көзін Баянның кеш бой алмады. Қасына жақындап, біраз хал жағдай сұрасқаннан басқа артық әңгіме айта алмады. Бұл той өте қызық өтті. Сыныптастар да бұл кездесуден бір жасап, үйлеріне қимай тарқасқан еді. Димаш Баянды үйіне дейін жеткізіп салды. Жол бойы үн қатпады. Баянның да жүрегі аузына шығып кетердей болып, белгісіз бір ашу-ыза өң бойын кернеді. Айтқысы келетін әңгіме көп, бірақ неден бастарын білмей үй жағынан түсіп қалды. Ертесіне кешкісін Димаш қайта хабарласты. Сәлем, деген даусынан Димаштың ұялып тұрғаны сезілді. Сәлем деп Баянды суық амандасты. Қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Жүрген сол, деп Димаш не айтарын білмей біраз сасқалақтап тұрды. Неге хабарластың? Деп Баян ақырындап ашуын білдіре бастады.
сенің жағдайыңды білейін деп. Менің жағдайым жақсы, өзің қалайсың қазір? Ішіп жүр деп естіп едім. Я, өткен шақта қалды ғой, қазір ішпеймін. 2 жыл болды. Келіншегім кетіп қалған соң қара басты ғой мені. Ішкенмен проблема шешілмейді. Кеш түсіндім. Ештен кеш жақсы деген дұрыс қылған екенсің. Егерде уақытты кері қайтара алсам ғой, біраз қателікті қайталамас едім. Мысалы, Баян өзің түсініп тұрсың ғой. Нені? Деп Баян түсінбеген кейіп танытты. Баян, кешірші мені. Не үшін? Сенің жауапсыз қалған сезімің үшін. Оны қайдан алдың? Қандай сезім? Баян, мен кезінде ақымақ болсам да, қазір ақымақ емеспін. Бәрін түсіндім. Енді бәрі кеш. Сені күйеуінен ажырасып кетті деп естіген едім. Ал қазір қалайсың? Қосылдың ба? Бақыттысың ба? Я, қосылдым. 2 қыз тұрған жерде қосылмай қайда барам? 3-шіме аяғым ауыр. Деп Баян өткен өмірінің жағымсыз жағын жасырып, бүгінімен ұштастырды. Дұрыс. Деп Димаш шарасыз күрсінді. Егер не? Егер сәл де болса бақытсыздық сезінсең, мен сені бақытты қылуыма шанс берші. Ақымақсың ба, не айтып тұрсың? Кешір, сен мені дұрыс түсінбедің. Мен тек... Димаш, саған ғашық болғаным рас. Бірақ ол сезім мектеп табалдырығында қалды. Сен мені бағаламадың. Сен мені адам құрлы көрмедің. Жаһанды жалпағынан басып, мәңгі басып жүрердей жүрегімді жараладың. Бәрін білдің. Бірақ білмегендей болдың. Менің кіршіксіз, пәк сезімімді аяқ асты еттің. Мен тұрмысқа шықтым. Менде бәрі жақсы. Сенімен жай кластас ретінде сөйлесіп тұрмын. Бұдан кейін маған хабарласпа. Өзіңнің теңіңді тап. Деп тұтқаны қоя салды. Көңілі жеңілдеп, бірнеше жыл бойы сақталған өкпе ренішінен арылғандай болды. Аулаға шығып, іштегі мұңның қалдығын көз жасымен шығарды. Өйткені оның бірінші некесінің сәтсіз болуына да Димаштың қатысы бар еді. Сапар екеуінің сырт келбеті ұқсастығы үшін ғана тұрмысқа шығып, өзі опық жеп қалған үшін Димашқа деген ызасы жалғасын тапқан болатын. Ал қазір бәрін айтты. Бәрін шығарды. Алдағы бақытты күндеріне сенімді болды. Димашты да, Сапарды да кешіретін күндеріне, Бақтиярдың сыйлаған махаббатына жәрдем болды. Өйткені Баян шын бақытты. Ол барлық сезімін бір пара қағазға өлең етіп жазып, енді қайта өршімейтіндей етіп өртеді. Жүрегімде алғаш жарған бір едің. Махаббаттың алғашы да сен едің. Саған үнсіз ғашық болып тұрсам да, тіл қатпадым, ал сен ештеңе білмедің. Білмедің, білдірмедім, сезбедің. Сен мен үшін жарық шашқан сәуледің. Мен сен үшін тек қана дос болсам да, ал мен үшін сен бір ғажап әлем едің. Кеткеніңде отау құрып өзгемен, бақыт тілеп қала берген едім мен. Ұмытылар дедім алау сезімім, ұмытылмай лаулай берді желменен. Уақыт өтті, арада санаспастан. Ал мен болсам сүйе бердім жағашпастан. Бұл сырымды білетін тек жұлдыздармен, жалғыздықта серік болған айласпан. Мен де жақтым өзгенің шамшырағын, керегесін кеңейтіп шаңырағын. Саған деген сезімімді өшірдім деп, оң аяқпен аттадым босағасын. Мен алдадым өзімді, өзгені де. Болашақты нысанама көздедім де, жігерімді жиып алып нар бойыма, армандадым жаңа өмір ендігіде. Толқыны тағдырымның асау болды. Мені талай жағаға алып ұрды. Есеңгіреп жүргенімде әдетімше, сені тағы жолымда кезіктірді.
Апырай, жиналыпты талай сұрақ. Күліп тұрып, ашуланып алдым жауап. Кінәңді де, қатеңді де мойындадың. Дегенмен бәрі кеш қой, ей махаббат. Бала сезім, балғын сезім есеймеген. Алғашқысы болса да ескірмеген. Жасырулы қалсыншы жүрегімде, тәтті қиял, естелік боп ескірмеген. Сонымен, бүгінгі әңгімеміз өз мәресіне жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Әңгімені негізі қалай болады, қалай аяқталады деп ойладыңыздар? Пікірге жаза кетіңіздер. Әңгімені естіп отырып, өздеріңіздің алғашқы махаббаттарыңыз еске түскен болар. Әңгіме басталмас бұрын сұрағанымдай, оны да құпия болмаса пікірге жаза кетіңіздер. Алдағы уақытта осындай қызық әңгімелерімізді жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Лайк басып кетіңіздер. Көп рахмет. Қош, сау болыңыздар.